Сау сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман? Бүгінгі кезекте Тарбағатай аймағы Тола ауданынан Мәден Ғаниұлының «Айығу» деген повестін жалғасты тыңдайсыздар. Бір жақ шекемдегі жарақат қаншалықты дәрежеде қайтып тұр, айнадан оны көруді де ұмытып кетіппін. Сипасам шодырайып ісініп, қан қатып қалған сияқты әйтеу. Онсыз да шымырлата қарыған аяз шыдатар емес. Қол тигізбей ауырады. Не болса да бөркімді басыма киіп жасырған болдым әйтеу. Десе де көк теңбілденіп қандақтары жұғып қалған басқа да жері бар шығар. Өйткені қасымнан өткен кейбіреулер үрке қарайды. Әйтеу келін болып түскеніме жарым жылдай ғана болған маған бұл ауылдың адамдарының көбі бейтаныс еді. Бірақ іштей таныс білістер кездесіп қалмас екен деп, қарсы келе жатқандардан ығыса, шет тартып, теріс қараған беті өте шығып келемін. Бұрыннан жүзіме жарақатты қойғанда сызық түсіріп көрмегендіктен намыс пен ызадан кеудем жарылып кете жаздайды. Жүрекке түскен жарақаттың зардабын ойласам, жазып алу мүмкін емес дей сезіледі. Келіндік сипатпен келерім келіп алсам да, әлден кетеуім кетіп, елдің келемежімен өсегінен өртеніп өлердей болдым. Жаны нәзік жас әйелдің балғын денесін бүлдірген ашты таяқтың дерті мұндай ауыр болатынын кім білген. Алақандай жарақат бүкіл жан әлеміме уытын барған сайын жайып бара жатқандай. Қарсымнан келе жатқан адамдардың көздері дәл сол жарақатыма инедей шаншылады. Ұятты ұмыту мен үшін өліммен тең болар деп түйдім ішімнен. Ашуымды асаудың ауыздығындай зорға тежеп, атамның әлгіндегі бір ауыз сөзін есіме келтірдім де, қыстақ шипаханасына барып жарақатымды емдетіп алдым. Сосын асығыс үсігіс қақпадан енді шыға бергенімде, Шәрбән деген кәсіптес мұғалима келіншек жолыға кетті. Қапелімде мына пәлеге бекер-ақ кездескенім ай, деп іштей қырымнан қысылып кеттім. Сөйлегенде жұп-жұқа еріндері көз ілестірмей, жып-жып еткен бұл адамды қызметтестердің көбі жақтырмайтын. Ол мектеп бойынша деймін ау, бүкіл ауыл бойынша айтпайтыны жоқ, естігенін екі еселеп, көргенін төрт еселеп, гипербола формасына салып, ойдан орып қырдан қыратын Өсек аян газетінің ерікті тілшісі болатын. Ол А дегеннен ақ менің тұтас тұлғамды көзімен тінтіп үлгерді. Десе де түк те сезіп білмеген кісі бейнесіне еніп, өзінше жылы қабақпен аман сәлем жасай келе: «Ойбай-ау, бұл жерде не іздеп жүрсің? Өңің бір түрлі сынық қой. Сырқаттанып қалғаннан саумысың?» деді. Дәкі жапсырылған жарақатымды көре тұрса да, ол жағын сұрамастан. «Ой, күйіп кеткірім-ай, хал жайымнан тәуір-ақ хабарсыз қалған боларсың. Біздің кешеден бергі бар болымысымызға араласып, куәгер болған көрші ерлі зайыптылармен сен де көрші тұрасың ғой. Кеше осы уақытта ғана берік менің шашымнан басып сабап жатқанда, дауалдан басыңды қылтитып қарап тұрғаныңды байқап қалып, талай уақытқа дейін талай жерге барып тарата жырлайтын материалыңның тақырыбы табылғанына мәз болып тұрсың ау, сұмғатын, деп түйген едім. Ендігі мына сиқырсыған кейпің не деген жағымсыз еді, деп ойладым да, не де болса оған қасақана шындығымды айтып салдым. Ол сонда да түк білмегенсіген бейнесінен жазбаған қалпы: «Не дейсің ей? Ойбай-ау, сөйттіңдер ме? Әй бейшарай, өліп қала жаздапсың ғой. Бәсе, шекең жарылып,
бет аузың көгала қойдай болып ісіне қалыпты. Баяғы сол қуарақтың кеселі ғой. Әйтпесе беріктен жігіт өте ме? Әй, кім біледі? Бірақ та осы кездегі жігіттерге мен сенбеймін әйтеу. Оған да осындай мінез біте бастаған ба? Екеуің тәуір-ақ тату едіңдер ғой. Бірақ күнде бүлініп не болды сол құрлы? Әй, не болса да төркініңе барып, бірер ай келмей жатып алмайсың ба? Қадырын білмеген қатынның жоқтығы қандай болатынын білсін бәлемді. Деді жыныстастық тұрғыдан мені жақтағансып. Қойшар, жоқ сұмдық дауыз қалмаш. Қайта шапқан жау жаман, қайтып келген қыз жаман деген. Мына кейпіммен төркініме не деп барам? Өлім ғой. Оның бетін ары қылсын. Дедім де, оның ендігі мыжымасын тыңдап тұрғым келмей, түсімді суыққа салып, бұрылып жүріп кеттім. Ол өз жөніне кетер деп ойлап едім, бірақ олай болмады. Артымнан ере бастады. Әй, Айгүл-ау, енді қайда бет алып барасың? Үй жаққа қайтпайсың ба? Бірге қайтайық. Жол мына жақта қалды ғой. Жоқ, мен қазір үйге қайта қоймаймын. Әлгі берік бір кеселге ұшырап қалатын ұқсап, жүрегім қобалжып, алағызып тұрғаным. Соны іздеп таппасам болмайды. Сен жолыңнан қалмай қайта бер үйіңе. Дедім, жүре сөйлеп. Әй, сен тым ашулы екенсің, Айгүл, тоқташ, сабыр ет. Болмаса, мен де оны іздесіп жіберейін. Қайда кетеді дейсің? Аядай ауылдан алыстап. Жүрген шығар, арақ кештерге қосылып алып. Жүр, үлкен көшеге таман шығайық. Деп, қуып жетіп қатарласып алды. Меннен екі ел қалатындай түрі жоқ. Япырым әйе, мына пәлеге қайдан жолықтым өзі? Ендігі көретін көргілігімді осыдан көрер мекенмін. Бітті дей берші енді. Алда болар қылықтарымыз мұның аузынан жай ақпарат емес, не повесть, не роман болып елге таралатын болды ғой. Деп ойлап, опық жеп келемін іштей. Сонымен не болса да ол екеуіміз көше-көшені тіміскілеп жүріп кезе бердік. Ол танитын адамдарына кездесе қалса болды, болған уақиғаны баяндап тұрып алады. Ұялғанымнан жерге кірердей болып, қасында тұра алмай, алыстап кетіп қаламын. Әуелі бірнеше рет адастырып та кеттім. Бірақ сайтандай болып қай жағымнан жетіп келетінін білмеймін. Дереу тауып ала қояды да, ой, әлгі күйеуіңнен дерек бар ма өзі? Дейді қалың елдің көзінше айғайлап. Жоқ, деймін мен түтігіп. Әй, оның түнімен ішкен адам болса қауіпті ғой. Ес ақылынан адасып, қалтарыс бір бұрышта жығылып жатпасын. Кешкіріп, ауа райы да бұзылып келеді. Түнге қалса, жаман айтпай жақсы жоқ, үсініп қалмайды деуге келмейді. Тездетіп енді қайдан болса да табайық та оны. Деп саңқ-саңқ етіп келеді. Осылайша ауылдың қақ жарымына жариялап та болды. Кейде бөлініп іздейік деп, біресе өрлей жөнеліп, біресе құлдай жөнеліп жоқ болып кетіп, көп ұзамай қайтадан пайда бола қалады да, әлгіндегі сөзді қайталайды. Бүйтіп күйеуімді іздегенім бар болсын. Ұялғанымнан жынданып кете жаздадым. Несі күйіп кетті екен осының? Деймін. Енді берік екі туып бір қалған қандасы болмаған соң, тіпті меннен бетері жінігіп, қарадай қанды бұрауы шығып шақпылап жүр. Онысымен қоймай, қан көшеде бетімнің отын шығарды ғой, сүйрен деген қуауыз, іші тар, өсек шығатын сол. Енді берікті іздейтін бетте қалған жоқ. Қойшы өзі, құрып қалсын, қайтайын үйге. Деп, жыларман болып, үй жаққа беттедім. Ол да сүмелеңдеп арт жағымда еріп келе жатқан секілді еді, кенет тағы біреудің қарасын көріп қалды ма, соған қарай ұша жөнелгендей болған. Аз өтпей ол: ой, Айгүл, Айгүл, тоқташ, тоқта! Деп
жерден 7 қоян тапқандай қуана айғай салды. Тіпті шүйіншілеп қояды әуелі. Иә, аман болса екен деймін, ішімнен мен де қуанып. Алаңдама, жігітіңнің дерегі білінді. Мына бала айтады, төменгі Шаудүйдің үлкен жол жағындағы Сәметақұнның асханасының алдында біреулермен төбелесіп жатқан дейді. Жүр, тезірек сол жаққа барайық. Дело туылудан бұрын сойылға жығылып қалмасы егеді өзі. Деп, аптыға сөйлеп, асыға басып жүріп кетті. Менің жүрегім енді тас төбеме шықты. Сақшылар жағынан қолға түсіп қалуы да ықтимал ғой. Ойбай-ай, не боп кетті өзі сонда? Ол жақтан не іздеп жүр екен, өлтірді деші оны әлгі екеуі. Деп, зар еңірей бастадым. Жан ұшыртып, төменгі Шаудүйге барып болғанша түннің бір уағы болып кетті. Көшелер өлі тыныштыққа шомып, жүргіншілердің аяғы сап тиылған. Қоймай жүріп, Сәметақұнның асханасын тауып оқысқанымызда, осында 3 жігіт келіп, тамақ әзірлетіп арақ ішкен. Көп өтпей жаңжал басталып, тон киген бейтаныс екеуі, яғни Жексенқұл мен Оразған болар, екі жақтап Берікті сойып салған. Асхананың дүние мүліктері шағылған. Аспаздың телефон беруімен амандық қорғаушылары келіп болғанша аны екеуі қашып құтылып, өле мас болған Берік қолға түсіпті. Болған біткені осы екен. Зәрдей суық боран барған сайын құтырына соқты. Қап-қара түн маған бүгін тым үрейлі сезілді. Әлі де көрер көңілсіздігім алдыда дегендей, жүрегім қобалжып, қорқыныш тудырып келеді. Есіл дертім бір ғана Берікте болып, алдартыма қарамай безектей беріппін. Үйге жетіп үлгіргенімде, қасымдағы Шәрбан есіме сонда барып бірақ түсіп, артыма жалт қарасам, ол көрінбейді. Мүмкін үй жағына бұрылып кеткен шығар. Оны қанша жек көрсем де, рахмет айтпағаным-ау, деп өзімнен өзім ұялдым іштей. Түн қатып, түс қашып, суықтан қалшылдап, қақпадан кірдім. Апам мен атам жатқан үйдің терезесінде жарық жоқ. Жатып қалғандарына қарағанда уақытта бір қыдыру жерге барып қалғандай. Отауымыздың шырағы жанып тұрғанын көріп, менің де көзім жарқ ете түсті. Берікті сақшылар жеткізіп қойған болды ғой. Деп іштей қуанып, әз жаным сәлде болса терезе тапқандай болды. Сырт кесіктің тұтқасын тартып қалдым. Ішінен ілулі екен. Берік, әй Берік, мен келдім, аш есікті. Деп неше мәрте дауыстадым. Дыбыс жоқ. Ұйқыдан ұшып түскен болды ғой, деп ойладым. Таяқты да аямай жеген шығар, деп ойлап үлгіргенімше, лампа лып етіп өшіп қалды да, артынша Берік есікке келіп, кіруші болма, сайқал сол, қайда жүрсің? Жарым түн ауғанша қаңғырып, әлгіңнің артынан бір жолата кетіп, неге көзіңді жоғалтпайсың сен? Кірем деп ойлама, өлесің, айтып қояйын саған. Деп гіжініп алып, ары қарай кіріп кетті. О, сорлы басым. Мынаған жан күйімді қалай түсіндірдім деші. Деп терезенің тұсына келдім. Қараңғы үйдің терезесін боран ұрып, ысқырып, ызыңдап, зарлы, мұңлы музыка шалып тұрғандай, сай сүйегімді сырқыратты. Меңіреу қараңғы сүркейлі түн жамылып, ақмылтық боранда жұқа киіммен қоқшақтап, басындағы жарақаты солқылдап жанына батқан, ең жақын аяулы жарынан жазықсыз жәбір көріп, жерден ауыр сөз естіген әйел адамның аянышты қалын көз алдыңа елестетіп көрші. Өте қорқынышты, өте қасіретті бейнеде сезілері қақ.
көзіме лықсып келген жас жүзімді жуып, мұз болып қата бастады. Аузым сөзге келмей, суық қарып жансыздандырып, қатып бара жатқан саусақтарыммен терезенің әйнегін қағып тұрып. Берік, сен мені неге ғана дұрыс түсінбей кеттің? Тыңдашы жаным, сен мүлде қатеге жорып, бекер қаралап жүрсің мені. Мен саған шынымды айтайын, өзіңе деген адал махаббатымның кіршіксіз екенін ар алдында дәлелдей аламын. Жексенқұл арамызға көпе көріне от жағып кеткенін әбден білемін. Жолыңа жуа біткір, жексұрын су айт сол, екі дүниеде оңбай кеткір. Көрем ғой көгеріп көктегенін, өлгенін құрғыр сол. Жанындағы жандайшабы екеуі аяусыз сабапты ғой сені. Түн ауғанша ойнап жүр дейсің бе? Бір кеселге ұшырайтыныңды жүрегім сезіп, күн бойы сені іздеп бармаған жерім жоқ. Сенсең, төменгі шаутүйге дейін бардым. Жаным даузыма тістеп, дымым құрып жеткенім осы. Оразамды да ашқаным жоқ. Ат құлағы көрінбейтін боран мынау. Үйге кіргізбей сүріп өлтірейін дедің бе? Не деген қатыгез едің? Асырып жібердің ғой тіпті. Ашпайсың ба есікті? Деп, егіле жылап тұрып түсіндірген болдым. Тоңып тұрып, жылап тұрып сөйлеген адамның ернінің ебі кетіп, сөзінде де не пәтуа болсын. Енді бір жағынан ұлыған боран аузымнан шыққан дыбысымды ала қашып, көбін естіртпеді ме, көпке дейін онан үн шықпады. Біресе есікке, біресе терезеге жүгіріп, байыз таппай жаналқымға түстім. Есік ашқан берік жоқ. Өз үйім өзіме үй емес, айдаладағы тіршіліксіз мола ұқсап, тым қорқынышты, тым сүркей сезіліп барады. Құлағым шыңылдап, көзім қарауытты. Үнім ішіме тартып, дыбысым шықпай қалды. Сонымен ес кетіп жан шығар болғанда, есік ашылып, қолында прожектері бар бүкіреңдеп апам жарықтық шықты. Ол кісінің түнде түзге шығатын әдеті бар еді. Өзім де өлезбін ғой, бағанадан бері осы кісілердің терезесін қақсамшы. Құлағы ауырласқан, көру қуаты көп әлсіреген апам, менің далада тұрғанымды қайдан білсін? Қалыш-қалыш етіп, қарсы алдынан пайда бола кеткенімде шошығаны соншалық. Қолдары қалтырап, прожектері тарс етіп жерге түсіп кетті. Ойбай-ау, мұнда біреу тұрма? Бұл кім акам-ау? Деп, прожектеріне қол созып болғанша, ол кісіден бұрын мен іліп алып қолына ұстаттым. Сізді қорқытып алдым-ау, апатайым. Мен ғой, Айгүлмін ғой, Айгүлмін. Дедім, егім-егіме тимей қалшылдап. Осы бір ауыз сөзді айтуға зорға шамам келді. Қарағым-ай, қайда жүрсің осы уақытқа дейін? Сені баяғыда келіп алған шығар деп, ойымда түк жоқ. Үсіп кеттің-ау. Мына ақырған апатта балам-ау, осы ғұрлы түн қатып, түс қашып кешіккен бар ма? Енді қайтейін. Кірсеңші тездетіп үйге, деді. Мен тас қараңғы отауыма кіріп келдім. Мешке от салатын Берік пе? Үй мұздап, даладай аңырап тұр. Шырақты жақтым. Берік төсекті салмастан киімшең креветте шалқасынан жатыр. Бет аузынан сау тамтық жер жоқ, көгала қойдай көлкілдеген ісік. Тіпті жарақатының қанында жуымапты. Көздері де қып-қызыл болып қанталап кеткен. Ашу ызам оңайлықта тарайтын түрі жоқ. Оның қасына жетіп келдім де, атыңа затың сай, не деген дәтің бер, қатыгез жаралған жан едің.
Қолға түсірген жауыңнан бетер жазалайтын не қылмысым бар еді менің? Адамды қойғанда, қайуан екеш қайуанды да, мынандай апатта далаға тастамайды ғой, есі дұрыс адам. Апам далаға шықпағанда, ес ақылымнан адаса бастағам. Бүйтіп, орынсыз қорлауға қандай әйел заты төзіп шыдай алмақ? Ойлаш өзің. Болар іс болды. Сүйген жан кешірімшіл келеді деген көңілім қатты қалып қалды. Ашуым кеудемнен атылғалы тұрса да, ит мінезіңді кешірмей қайтем. Досқа күлкі, дұспанға таба болғым келмейді. Тұр, ана дал-дұл болған бетіңді жуып тазала, дәрі жағып берейін. Өзіңе де обал жоқ. Неменен күйіп кетті, сол құрлы ізденіп. Бекерден бекер арам таяқ жедің ғой. Ұрыс керіс, дау жаңжал мен іс біте ме? Мені де жазықсыз ұрып жараладың. Бата тимей қате тиіп, көзімді ағызып жіберсен қайтер едің? Мені басқалардан қызғанғаның орынды, бірақ күмән дей бергенімде, оның аяғы ішіме сарт ете түсті. Ей, доғар болды енді, көп оттамай, деп зекіріп, тағы бір рет теуіп қалды. Мен тыныс ала алмай бүктетіле барып құладым. Қарным қақ бөлініп, ақтарылып бара жатқан секілді болып кетті. Жығылған орнымнан қозғала алмадым. Жұмырықтай болып, шеңбектей түйнектелген бір нәрсе құрсақ бөлімімді төмен қарай суыра тартып барады. Белім айналып ауырып, көңілім айнып, лоқсық келді. Денем қызып, қара тер басты. Ол ма? Көп етпей, астымнан қызыл жүрді. Белге соққан жыландай, оңды солды бұратылып, бебеуледім де қалдым. Мейірімсіз соққыдан мезгілсіз келген толғақ осы болар. Жанымды тозаққа тірідей салғандай, шыбынымды шырқыратып барып, шала түсік тастатты. Шала түсік дейтінім, бір бөлім ембіройын жатырдың жиырылуына тосқындық жасаған болар. Қызыл көпке дейін тоқтамады. Бәрін айтта бірін айт. Салмақты шала түсіктің инфекциялау салдарынан тікан қалдықтары айықпас зардап тудырды. Өмірлік өкініш осы уақиғадан басталды. Өзімнен де, өзгеден де еш көрмеймін. Тұп-тура, көзбе-көз беріктен көремін. Ауыр аяқ болуында боламын, алайда 6 айға толмай айырыламын да қаламын. Сонымен мен елге тумас атандым. Берік қубас атанды. Адам баласы ұрпағымен 1000 жасайды деуші еді ғой. Біз бұл сөздің садағасы кетейік. Мерейіңді жандырып, мейіріңді қандырып, құшырлана сүйер тұла бойы тумаң болмағандай қорлық жоқ екен. Тіл көз болды ма, қарғысқа қалдым ба? Білмеймін. Бедеулік өмірді тағдырым менің пешенеме өшпесте етіп жазды. Балалы үй базар, баласыз үй мазар деп тегін айтпаған екен. Талай-талай дос құрбы, ағайын туғандардың үйіне бара қалғанымда, қылықты сәбилерінің қызықты комедияларын тамашалап, мәз-майрам болысып, дуылдасып отырады. Ал өз үйіме келсем, мүлдем тым-тырыс. Тіршіліктің уыл-шуылы мен қарабақыр қатысы жоқ, қу медиян қудаладағы зираттай құлазып кеп тұрады. Әттең, 4 қыбыласы теңсіздіктен тұрған қу өмір ай десеңші. Жазылмайтын дерт, басылмайтын шөл бердің аумаған. 9 қабат торқаға орансам да, торығудан айыға алмай, мән мағынасыз күндерім зымырап өтіп жатты. Тыңдағандарыңыз Мәден Ғаниұлының «Айығу» деген повесті.
Оқыған Алтай аймақтық радио телевизия станциясынан Әмина Өнерқанқызы. Жалғасын ертең тыңдайсыздар.